Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Қазір балапандар суға түсіп кеткен екен. Бүгін біздер индеотканың жұмыртқасын жинауға шықтық. Мынандай ыдысымызды алып, сіздерге жұмыртқасын көрсететін боламын жинап. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жеті жұмыртқа бар екен. Мінекей. Араларын бүйтіп қараймыз. Бұлардың араларына тығып тастайды бұлар кейбіреулер. Бұнда жоқ па? Бұнда жоқ. Мінекей жұмыртқалар ақ, жас индеоткалардікі көрініп тұр. Жастар туып тұрғандар. Кеше кім біреу комментарий жазып кеткен. Светі басқаша болса, үлкен индеотканікі, ақ сырты ақ болса, жас индеотканікі деп. Міне түсі, өздеріңіз қарап айттыңыздар. Міне өздерің жастары индеотканікі. Мінекей. Осы индеоткалар туып жүрген жұмыртқаны. Біздің каналды басынан қарағыңыздар. Көбінесе біздің YouTube көрермендеріміз көбінесе видеоны басынан аяғына дейін қарамайды екен. Секіртіп қарайды екен. Сол себепті сіздерден кішігірім өтініш, видеоны басынан аяғына дейін қарасаңыздар жақсы болатын еді. Біздерге кішкене болса да, құттайда болса да сағат қосылады. Екі жұмыртқа бар екен. Құттайда болса да кішкене сағат қосылады. Сол себепті видеоны басынан аяғына дейін қарасаңыздар жақсы болатын еді. Біздің каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео пока күнде шығып тұрады. Көбінесе біздің көрермендерімізден қарап келе жатырмын. Баяғыдай просмотр, баяғыдай активность жоқ. Қазір барлығы азайып бара жатыр күннен күнге. Туып жатыр соған. Күннен күнге азайып бара жатыр. Сол себепті сіздерден кішігірім өтініш. Барлығымыз видеоны қарағанда басынан аяғына дейін қараса жақсы болатын еді. Видео түсірген еңбегімізге тұрарлықтай комментарий, лайктарыңызды міндетті түрде аямай басып кетіңіздер. Қояндарым сатып жатырмын. Индеоткамен қазғабат. Осы әзірге келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Бүгінге жаңа жұмыртқа осы 9 жұмыртқа